Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен асқабақпен манты жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды, асқабағымызды, картопымызды жақсылап тазалап аламыз. Одан кейін етімізді мен ұсақтап турадым. Сіздер қалауларыңызға байланысты фарш қолдансаңыздар болады. Болмаса мен сияқты етті ұсақтап тура қалсаңыздар болады. Одан кейін пиязымызды өте жіңішке қылып, әрі ұсақ қылып тураймыз. Дәл осы видеодағындай турасаңыздар өте ұсақ болып шығады. Пиязымызды жақсылап турап алғаннан кейін картошкамызды турайтын боламыз. Видеода айта кететіндей, картошка менде өте көп туралып кетіпті. Менде бар жоғы 3 қана картошка қостым. Өйткені картошкамның көлемі үлкен болды. Картошкамызды да ұсақ турап аламыз. Енді асқабағымызға кірісеміз. Асқабақ өте қатты болуы мүмкін. Қолдарыңызды байқап тұраңыздар. Асқабақты да картошканың көлемінен сәл үлкенірек қылып тураймыз. Өйткені асқабағымыз тез пісіп кететіндіктен езіліп кетпесін. Картошканың көлемінен сәл ғана үлкенірек қылып тураймыз. Дайын болған барлығын салып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, араластырамыз. Енді тындыруға қойып қойған тестамызды алып жаямыз боламыз. Мен тестаның илену процесін көрсеткен жоқпын, оны барлығымыз білетін шығармыз. Чашкаға 500 граммдай ұн қойып, үстіне жылы сумен тұз араластырып, бір жұмыртқа салып илейсіздер. Тынған тестамызды осылай жаямыз. Өте жақсы жайылды. Енді бірдей көлемде осылайынан кесіп аламыз. Одан кейін 4 бұрышты қылып кесетін боламыз. Дайын болған тестамызды осылай жайып, ішіне фаршымызды салатын боламыз. Барлығын түйеміз. Барлығын түйіп болғаннан кейін мантаваркамызды майлап, ішіне барлық мандыларымызды саламыз. Қайнап тұрған суға үстіне мантаваркамызды қойып, 45 минутқа қойып қоямыз. 45 минут өтті, мінекей мантымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі күшті болып шыққан, оны ешқандай асты жабыспай, шашылмай мантымыз әйбат болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаса лайк, комментарий жазып,
тіркеліп кетіңіздер.